Ассалаумағалейкум қазақ елі, жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Арнамызға қош келдіңіздер. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой таяуда тағы кімдер коронавирусқа қарсы вакцина алатынын айтты. Шығарылымда яғына дейін көріңіздер. Болашақта Қазақстанда коронавирусқа қарсы вакцинациялауға жататын халық санаты кеңеюі мүмкін. Pfizer компаниясымен соңғы шартқа қол қойылды. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой қосымша тағы 2 миллион адамға вакцина салу жоспарланып отырғанын мәлімдеді. Мәжілісте өткен үкімет сағатында депутаттар министрден жақын арада тағы қандай санаттағы адамдарға вакцина егілетінін сұрады. Біз қосымша вакцинациялау санатына кіретін 2 миллионға жуық адамға екпе егуді жоспарлап отырмыз. Олар 12-ден 18 жасқа дейінгі балалар, жүкті әйелдер және бала емізетін аналар. Біз олар үшін Pfizer вакцинасын қарастырдық. Екпе жуырда түседі деп жауап берді Алексей Цой. Айтуынша, Pfizer компаниясымен соңғы шартқа қол қойылды. Қазір өңірлерге жеткізу, тоңазытқыш мәселелері пысықталуда. Егер әлемде вакцина тағы басқа санаттарда сәті қолданылса, әрине бізде бұл контингентті кеңейтеміз, деді министр. Мінекей достар, осындай жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырамыз.